Қос тағдыр. Мемлекеттік гранттың енді ғана бөлініп жатқан кезі. Ауылда пәленшенің қызы немесе ұлы грант егері болыпты дегенді естіп бүкіл ауыл қуанатын еді. Мінекей, бүгінде бір ауылдың бір сыныптың қос қызы, жақын құрбылар, екеуі де грант егері атанып, арман қуып, ауылын қимай, ару қала Алматыға жол тартты. Таныс тамыры жоқ, ешбір туысы жоқ. Үлкен қалаға қыздарын жіберіп, әке-шеше, ата-әже жандарын шүберекке түйіп, сары уайымға салынып салды. Ұлжалғас пен Гүлдана екеуі бала кезден бірге өскен, қылықтары, мінездері бірдей құрбылар. Не істесе де бірге келісіп істейтін жандар. Әке-шеше, туған-туыс бәрі жиналып, бар тыққан сақтаған, сүрлегендерін беріп жіберген болатын. Ертерек келіп жатақханаға орналасып, қалталарындағы аздаған ақшаға қаланы қызықтап, көрікті жерлерін тамашаламаққа шықты. Әне-міне дегенше оқу жылы басталып кетті. Ауылдан келген аңқау, адал, нәзік жанды екеуі ашық-шашық киінген қыздарды көріп ұялыңқырап, өздерінің үстілеріне біраз көз жүгіртті. Күн батса қоршаудан аттап шықпайтын, үлкеннің алдын кеспейтін, ар үшін жанын садаға ететін, бекем тәрбие алған, ағаның ашуынан, әкенің қаһарынан қорқатын бұл аруларға жеңсіз, қысқа етек киім көздеріне оттай басыла түсті. Көктемгі алау гүлдердей алаулаған қыздардың топ ортасында келе жатқан аққұба өңді қос бойжеткенге көптің назары ауа түсті. Ұқыпты өрілген шаштары, етегі тобықтан асар аспас кең көйлек киюі олардың ауылдық екенін аңғартып тұрғандай. Оларға қарап кейбіреулер табиғи боямсыз жүздерінде тамсана, кейбіреулер саусағын шошайтып кемсітіп әлек. Жұрттың көзқарасына, аяғына тұсау салынған ақмақта екеуі қинала, әрең қадам басып жатақханаға кіріп келеді. Қастарындағы бөлмелес группалас қыз Айдана да қаланың ақ саусақ қыздарының бірі. Ауылдық екі құрбы қыздар алғашында Айданамен онша тіл табыса қоймағанымен, кейіннен жақын аралас-құралас болып кетті. Айдана оларды қаланың тіршілігіне бейімдеп, бірте-бірте қыздардың жүріс-тұрыстары өзгеріп сала берді. Етек-жеңдері ақырын-ақырын тізеден асар аспас болып қысқарды. Заманға еліктеймін деп жаманға еліктеп жүргенін олар қайдан білсін. Оқуда озат қыздар сессияда білімнің кәдеге жарамай қаларын, бәрін көк қағаз шешерін білмес еді. Сессияның соңғы көк қағазға келіп тірелгенде екеуі де абдырап қалды. Мысық пен тышқан ұқсап мұғалімдердің соңынан қанша жүгірсе де баға қойып берер ойлары жоқ. Олардың көкейін тесіп тұрған көк қағаз екенін білсе де, бұл қыздарды әрқайсысына берер ақшалары жоқ еді. Ауылдағы мал, егін шаруашылығымен айналысатын әке-шешесінің онсыз да жағдайлары мәз емес. Қос құрбы сабақтан соң жұмыс іздеп шығып, дәмханаға даяршы болып жұмысқа орналасты. Әйтеуір шапқылап жүріп сессиясын жапса да, күнделікті қалталарына аз-маз ақша түсіп үйренген екеуі жұмыстарын тоқтатпай жалғастыра берді. Артылған ақшаға қыдырып, сырттан тамақтанып, қалалық адамдарша күн кешіп жүрді. Сонда да жұрт оларды ауылдық деп кемсітуді доғарған жоқ. Гүлдана, Ұлжалғас, кешкісін қыздар клубқа барғалы жатыр, сендер барасыңдар ма? Деді Айдана. Жоқ, біз ондай жерге бармаймыз. Барып көрген адам емеспіз, барғымыз да келмейді. Ой, қойыңдаршы. Сендер осылай артқа шегіне берсеңдер, жұрт сендерді мазақ етіп тоқтатпайды. Мен қатты қысыламын, оның үстіне киетін тәуір киіміміз жоқ. Ол жағын алаңдамаңдар, мен бере тұрамын. Қос құрбы Айдананың ашық-шашық жартылай жалаңаш киімдерін киіп, Айдана аздап оларды әрлеп, сәндеп берді. Өмірлерінде бетіне бояу көрмеген қос құрбы айнаға қарап, өз-өздеріне тамсанып, көріктеріне көздері тоймай, мәз-мейрам болып клубқа барды. Ой, бір шекелеріне тер бұрқырап шыққанша билеп, шаршап, әлі құрып, биік өкше аяқ киімді қолдарына ұстап сүйретіліп жатақханаға әрең жетті. Қалай қыздар, бүгінгі кеш сендерге ұнады ма? Ой, құрсын несін айтайын, өмірімде мұндай көңілді күн болмаған шығар. Саған Гүлнада ұнады ма? Билеп шаршағаным сонша сөйлеуге әлім жоқ. Рахмет саған Айдана. Өмірімізге мән кірді. Сендерге бір қызық айтайын ба? Жоғарғы курстың жігіттері сендерден көз ала алмай қалды ғой. Сендерді ауылбай деп жүрген қыздар. Қызғаныштан өртенуге шақ қалды. Мұның бәрі сенің арқаң. Рахмет саған көп Айдана. Қос құрбының күн өткен сайын көктемгі масатыдай құлпырған гүлдердей жайнап, жүздері нұрлана түсті. Лапылдап жанып,
лақылдай тасып, жарқылдап күліп тотыдай таранған күлімкөз ару қыздар көргенде жігіт атаулының бәрі түгел көздерін ала алмай қалатын. Ешкімнің жігерін жасытпай, көңілдерін қалдырмай, ешкімнің алдын кескестемей, кездескен қиындықты өздері ғана еңсеріп, қателігін өздері ғана түзетіп, кеңдігіне тереңдей сай бойып жүрген ақкөңіл арулардың көре алмас дұшпандары болары ақиқат. Ауызы қисық болса да бай баласы сөйлесін дейтін заманда өмір сүріп келе жатқан. Бұл жағдай жоғарғы оқу орнының студенті, шенеуніктің шіріген, кісімсінген мінезді, бай әкенің дәулетіне шалқыған, ерке бойжеткен әнелге ұнай қоймады. Жігіт атаулыны артынан күшікшек жүгіртетін, байғанша атанған әнел қос құрбыға шүйлігіп алды. Өйткені оған назар аударған жігіт жоқ. Кісіге жақсылық жасауға бейім, жапа шексе көбіне адалдықтан, аңқаулықтан жапа шегеді. Жан баласын жамандық тілемейді. Ешкімге залалы жоқ, шуағы мол, еңбекқор, көп оқып, көп тоқитын. Біреулер секілді көкірек керіп дауыс көтеріп те жатпайтын, кішіпейіл, кілтін тауып сөйлете алатын, жүрекпен тербетіп сөйлейтін қос құрбының маңына жемге келген құстардай жігіт те қыз да жинала қалатын. Бұл көрініс әнелдің одан ары ашу ызасын күшейте түсетін. Жолдан тайғыш, әзілге бой алдырғыш әнелдің ендігі бар көздегені арамзалық пен алаяқтыққа жүгініп, олардың абыройына нұқсан келтіру болады. Жүректі жібітіп, көңілді иітер жылы сөзді адам атаулының хаммасына ұнайтын әлімсақтан белгілі. Жылы-жылы олардың іші бауырына сөйлеп кіріп, періште құрбының кейпіне енді. Аңғал, ақ көңіл, басқалармен қарым-қатынас кезінде ізгі ниеттілік, шынайы тілектестік, ілтипаттылық пен жайдары қабақ, жарқын жүзділік танытатын, сұратпай-ақ басқаға көмектесуге әзір тұратын, басқаны көңілдендіруге, шаттандыруға, қиындықтан құтқаруға құмар ақжүрек қос құрбы Анельді шынайы құрбы ретінде қабылдады. Алайда періште кейпіндегі құрбының ішкі әлемінде шайтанның жасырынып жатқанын олар білген жоқ. Ол жалғас. Ана Анельдің бізге жылы қабақ танытқанына қуанып тұрмын. Оның бізбен құрбы болатынын жеті ұйықтасам да түсіме кірген емес. Я, рас айтасың. Мен де қуанып тұрмын. Әлгі ертеңгі шақырған қымбат клубқа барамыз ба? Өзі шақырып ақысын төлеп тұрса, неге бармасқа? Барайық. Дұрыс айтасың, барсақ барайық. Қос құрбы ертеңгі күнді асыға күтіп, тәтті қиялға батып ұйқыға кетті. Себебі Анель оларды өңкей, бай қуатты адамдар баратын қымбат клубқа шақырған болатын. Абай атамыз, алтын көрсе періште жолдан таяды дейді. Періштеден садаға кеткір-ай. Періште алтынды не қылсын? Өзінің көрсе қызар сұмдығын қостағалы айтқаны деп айдана секілдерге дәл арнап айтқандай. Даңқ кімнің күліп тұрса басында, сатқындық та бұғып жүрмес қасында демекші, айдана қос құрбыны аз ғана ақша үшін сатып кетті. Клубқа барарында олардың суына ұйықтататын дәрі қосып берді. Жол бойы қос құрбыны ұйқы қысып, бастарын әрең көтеріп клубқа барды. Гүлдана, менің қатты ұйқым келіп тұр. Мүмкін кері қайтармыз? Менің де ұйқым келіп тұрғаны, бірақ келіп тұра кері қайтқанымыз жарамас. Анель ренжіп жүрер. Бір кіріп шығайық. Иә, ренжіп қалар. Одан аз ғана уақыт кірейік те шығайық. Екеуін Анель бір топ өзі секілді. Қарабасының қамын ойлайтын өзімшіл, зұлымдық, қиянатпен болса да мал, мансап, мақтан табуға құмар, өз керегінің түбіне ешқашан жете алмайтын, барды бағалаудан жұрдай, ақшаға өмірдегі бәрін сатуға болады деп есептейтін өзімшіл жігіт қыздармен таныстырды. Қыздар алкогольді ішімдік ішесіңдер ме? Жоқ, біз ондайды аузымызға да алмаймыз. Ай бағлан, ауылдың қыздары ішуші, сен де қызық сұрақ қойдың ғой. Ұйқылы ояу ішпесе де, мас адамның күйін кешіп тұрған қос құрбы намысқа тырысып, алкогольді ішімдікті ішіп жіберді. Одан әрі не болғаны естерінде мүлдем жоқ. Таңертең екеуі де бүкіл денесі қақсап, бөгде үйде оянғанда екеуі де еңсеңіреп қалды. Жатын бөлме, 2 адамдық төсек. Төсек жанындағы үстел үстінде аздаған ақша және керемет кеш үшін рахмет деп жазылған бір жапырақ қағаз ғана. Екеуі де естерінен адасты. Тоқтамай 1 сағат сумен қоса көз жастарына шомды. Өмір жолында қиындықпен қоса адам деп айтуға ауыз бармайтын адамдардың да болатын тағы бір дәлелдеді. Шариғаттағы өзіңе қол жұмсаудың үкімі ауыр екенін жақсы білетін қос құрбы бұл жоңды талдай алмады. Қыз баласы үшін ең асылы да қымбаты пәктігін қадірлеу өте ауыр да қиын екенін бүкіл әйелден жақсы білетіні мәлім. Олардың жан күйзелісін сөзбен жеткізу мүмкін емес тіпті.
Әділетсіз қоғам, не тәйірі. Жігіт жаза басқан екен, кейін түзеліп кетеді деп сабазыңды кешіре салар сөзсіз. Ал қыз баласы ешқашан кешірмейді. Өмір бойына осы бір күнәһарлықтың ми батпағынан шыға қою екіталай емес пе? Я, олардың бұл сәті тозақтың азап іспеттес болды. Ағыл тегіл жылап, күш қайраттарынан айырылған қос құрбы сүйретіле жатақханаға әрең жетті. Айдананың азғындығынан бейхабар қыздар періштінде кейпіндегі жалған достың етегіне құлай жылап жіберді. Әй, сендерге не болған? Мына түрлерің не? Құрбым бізді айтуға аузым бармай тұр. Аңғал, ақкөңіл қыздар бар болған жағдайды көздерінен жастарын сыға отырып, қорс етіп мұрындарын тартып баяндап берді. Жандарым-ау, нелерің бар еді ішімдік ішіп? Көрпелеріңе қарай көсілсеңдер болмай ма? Ол ішімдікке бола бұлай естен тана қылауымыз мүмкін болмас. Айдананың көздері шарасынан шығып кете жаздады. Онда неге түк сезбедіңдер? Соны өзімізде түсіне алар емеспіз. Қос құрбының түрлері адам шошырлық. Екі көздері домбығып, көп жылағаннан өңдері қуанып, тірі өліктей отыр. Домбығып ісіп кеткен екі көздерін жұмып бір сәт әзер ұйықтады. Бойындағы бар күш қайраттарын жинап, сүйемдеп болса да сүйретіліп оқу ғимаратына қарай жол тартты. Әшейінде оларды көрген бойда қолдарын сермеп, езу тартып алыстан сәлем жолдайтын құрбы достары олардан теріс айналды. Бір топ нөкерін ертіп алдынан Анель шыға келді. Қыздар, қалайсыңдар? Кешегі түндерің қалай, көңілді өтті ме? Не деп тұрсың? Қойшы, білмегендей болмаңдар, сендердің қызғұмар жігіттердің қойнына кеткендеріңнің бәрі көрді. Не дейсің? Анель, айттым ғой саған, ауылдан келген мұндай салдақылар басқа ақша таба алмайды. Анель, біз саған олармен достаспа деп ескерттік емес пе? Қыздар, онсыз да ашудан жарылардай болып тұрмыз, білмей жатып жалар жабуды доғарыңдар. Неге ашуланасыңдар? Әлде жігіттер аз төледі ме? Доғарыңдар деймін. Доғармасақ қайтесің? Мен көрсетемін. Қыздар шаш жұлыса төбелесе кетті. Жылап таусылған, алғаш рет ішімдік ішкен қос құрбы әлсізденіп, тобырдың астында аяққа тапталды. Анельдің діттегені де осы болатын. Онсыз да ашулы қыздардың ызасына тиіп алғашқы болып төбелесті бастауын күткен еді. Көздегеніне жетіп, жөніне кете барды. Әбден күйзеліске түскен қыздардың сабақ үлгерімі нашарлап, гранттан құлап, ақылы бөлімге ауыстырылды. Алайда олар оқу ақысын төлейтін ақша қайдан болсын? Әке шешесіне айта алмасы белгілі. Қалай ақталады? Не деп түсіндіреді? Жұмыс істеп ақысын төлеуге тырысқанмен шамалары жетпеді. Оқудан бір жола шығарылып, жатақханадан қуылып далада қалды. Түн ортасы. Аштан аш жаурап, жасынап отырған қыздарға қорған болар жан табылғаны оларды қуантып өмірге қайтарғандай болды. Әй қыздар, мына отырыстарың не? Үйлеріңе қайтыңдар. Түн ортасында көшеде жүру қапты. Үйіміз болса, барар еді әпке. Ойбу, үйлерің жоқ па? Бұл жақта тұрмайсыңдар ма? Өмірден опық жесе де ауыздары күймеген қос құрбы бейтаныс әйелге өз өмірлерін жіпке тізгендей баяндап берді. Ендеше менімен бірге менің үйіме жүріңдер. Рас айтасыз ба? Әрине рас. Сендер ақша жинап ауылдарыңа қайтқанша менің үйімде бола тұрыңдар. Қыздар қуана келісіп, өздері мүлдем танымайтын, бұрын соңды көрмеген бөгде әйелдің етегін еріп кете берді. Қос құрбы жуынып, бөгде әйел берген киімді киіп, тоя тамақтанып, шаршап ұйықтап қалды. Түске саяу оянып, жұмыс іздемек болып сыртқа шығуға дайындық жасап жатты. Бөгде әйел кіріп келіп, хал жағдайларын сұрады. Қыздар, қалай, жақсы демалдыңдар ма? Жүздеріңе қан жүгіріп қалыпты. Я, сізге рахмет көп, Алла разы болсын. Бір жаққа жиналдыңдар ма? Жұмыс іздеп қайтсақ деп едік. Жұмыс? Қыздар, мен сендерге тамақ, жылы мамықтай жұмсақ төсек бердім. Судың да сұрауы болады емес пе? Мұның бәрінің өтеуі бар деп ойламайсыңдар ма? Жұмыс тауып істесек ақысын төлейміз. Маған сендердің ақшаларың қажет емес. Олай болса қалай өтейміз? Бізден сізге не қажет? Маған сендер қажетсіңдер. Қане менімен бірге жүріңдер. Қос құрбы түктей алмай әлгі әйелдің соңынан еріп жүрді. Ұзынан ұзақ. Әр 2 метр сайын бір бөлменің есіктері. Қайда, неге бара жатқандарын түсіне алар емес. Соңғы есікке барып тоқталды. Есікті ашқан кезде құрбылардың көздері шарасынан шығып кете жаздады. Міне, мына қыздардың бәрі сендер секілді шерге аз, төсек орын бергенмін. Бірақ бұл қыздар бұл жерде неге жиналып отыр? Өтемін өтеп отыр. Сонда қалай түсінбедік? Сәния сендерге бәрін түсіндіреді. Сәния, кәне мына қыздарды күтіп ал. Құп болады ханым. Іштен денесі ірі, бойы ұзын бір қыз шығып, құрбыларды жұлқылай ішке кіргізді. Ей қыз, мұның не?
Тез жібер бізді, әйтпесе не істейсің, кәне көрсет өнеріңді. Олжалғас дәу денелі қызға қарай қол көтермек болып еді, әлгі дәу қыз Олжалғастың тамағынан қысып буындырып өлтіруге сәл қалды. Әлім білмеген әлек дейді. Мына қыздардың бәрі менің бұйрығыммен отырып тұрады. Сендер де маған бағынышты боласыңдар. Бағынбасаңдар, сендерге тозақтың азабы қалай боларын көрсетемін. Қос құрып өздерінің қандай тозаққа тап болғанын түсінгендей болды. Сендердің бұларың не, ардан безгендерің бе? Әке, шеше, аға, туған әпке туыстарың жоқ па? Қыз баланың ең қымбат құндылығы ар емес пе? Жанымды алсаң да арыма кір келтірмеймін дейтін ұғымды ұстанатын қазақ қыздары емеспіз бе? Бәріміз мен қазақтың қызымын деген үлкен атқа лайықпыз ба деген сауал қойып көрейікші. Қазақта қыз баласын ұяң да инабатты, сыпайы болған, ер адамға тік қарамаған, жүріс-тұрысы салмақты болып сызылып деп бастай беріп еді. Ай қыздар, бұл жер сендерге дәрісхана емес. Үндеріңді өшіріңдер. Қазақ деп миды ашытпаңдар. Қазақ жерінде, қазақ елінде қазақ болып туылсаң, бұл атауды сыйламауға хақың жоқ. Біз мұсылман болғандықтан ең алдымен өз арымызбен, намысымызбен биік ұстауға тиіспіз. Мұсылман қазақ деп неменеге басты ауыртып тұрсыңдар? Сендер де біздей болмасаңдар, бастық бұл жерге сендерді алып келмес еді. Жоқ, сендер біздің айырмашылығымыз жер мен көктей. Біз бір рет қана еріксіз түрде арымызды таптауға жол бердік. Бірақ енді басымызды шапса да оған берілмеспіз. Арымның жолында жаным садаға. Қыздар ары қарай сөзін де тыңдамай, бәрі шексілесі қатып күлісті. Қыздар дауласып тұрғанда әлгі бөгде әйелмен қоса жас жігіттердің дауысы естілді. Әпке, бүгін бізге жап-жас қаймағы алынбаған қыздарды тауып қоямын деп уәде беріп едіңіз. Уәдеңізде тұрдыңыз ба? Інішек, мен қашан сөзімде тұрмап едім? Мінекей олар. Олжалғас Гүлданаға қарағанда кішкене еті тірі болатын. Бөгде әйел есікті ашқаннан кейін өзімен қоса Гүлдананың жүзін ұзын қолаң шаштарымен бүркеп үлгерді. Өйткені ол бұл дауысты есіне түсірді. Бұл сол күні ұйқы дәрінің күшінен жатқанда арын таптап пәктігін айырған жігіттердің дауысы болатын. О, міне, нағыз бақыт. Фигуралары атта екен. Сіз уәдеге тұрсаңыз, біз де өз міндетімізді атқарайық. Мінекей, уәде еткен сума. Ал қыздар, жүріңдер. Байдың ерке балалары қос құрбының қолынан ұстап бөлмеге қарай сүйрей бастады. Гүлдана қарсыласып айғайлыға салды. Олжалғас қолынан қысып белгі беріп түсіндіруге тырысты. Гүлдана да бірдеңе түсінгендей қарсыласуды доғарып үндемей еріп отырды. Төртеуі бір бөлмеге кірді. Жүзін ашып, көздеріне тік қараған қыздарды көргенде ерке жігіттердің зәрлері зәр түбіне жетті. Не болды? Неге сонша қорықтыңдар? Сендер әлгі. Иә, сендер арын таптаған қыздарымыз. Сендердің арқаларында оқудан қиналып, мына бір тозаққа тап болдық. Алла тағала тілеуімізді қабыл етіп, сендерге өз қателіктерін түзеуге мүмкіндік беріп, сендерді осында жіберген секілді. Хей, не айтып тұрсың? Олжалғас бөлмеде тұрған ішімдіктің бөтелкесін қабырғаға ұрып сындырды. Үлкендеу сынығын алып, абдырап тұрған жігіттердің біреуінің мойнына жармаса кетті. Гүлдана жүгіре қашып Олжалғастың артына тығылды. Қимылдаушы болмаңдар, әйтпесе осып жіберемін. Өлсем өліп, қамалсам қамалып кетейін. Есесіне мына әлем біреу болса, сендерді оңбаған тазарып қалады. Жібер, жаның тәтті ме? Өлгің келмейді, иә? Ендеше сен екеуің бізді мына жерден алып шығасыңдар. Не, армандаушы болма. Ендеше соңғы тілегіңді айт. Мына табынып жүрген әпкелеңнің өзіңнің артына ашпау үшін сенің өлігіңе көзге көрсетпей құртып, жабулы қазан күйінде қалдырса керек. Мен ештеңеден қорықпаймын. Жоғалтар ештеңем жоқ. Олжалғас жігіттің мойнына шиша сыдығын одан арман тақай түсті. Жаны қиналса керек, жігіт көп күттірмей келісім берді. Жарайды, сендерді алып кетемін, бірақ қалай? Ол оңайлықпен келісе қоймас. Жаңа ғана қалай бізді сатып алсаң, дәл солай тағы сатып ал. Жоқ, ол аз ақша сұрай қоймас. Ол жағы сенің шаруаң. Қашып құтыламын деп ойлама. Адамнан жасырсаң да, Алла бәрін көріп тұр. Біздерді қайта жүздестірген Алланың ісі. Өлімнен емес, өлімнен кейінгі өмірді ойла. Жарайды, қазір сөйлесемін. Сен барып кел онда. Ал оған дейін мына досың кепілде болсын. Олжалғас тұтқындағы жігітті итеріп жіберіп, екіншісіне жармаса кетті. Аңқау, ақкөңіл қыздан мұндай қылық шығады деп ешкім ойламаса керек. Жалмауызға да жан керек деген осы болар. Байдың ерке тотай жігіті әлгі белгісіз әйелмен сөйлесіп тұр. Екеуінің келісе алмай тұрғаны айдан анық көрініп тұр. Бір кезде әйтеуір жігіт жақсы жаңалықпен оралды. Төртеуі бірге бұл мекеннен алыстап кетті. Міне, бұл әрекеттерің жігітке тән, қыздың арын таптауға ешкімнің құқығы жоқ. Бұл сендерге сабақ болсын. Сендер әлі жақ жазаларыңды тартасыңдар. Ауылдағы хабар ошарсыз бізді уайымдап, қайғыдан қынжып
қан жұтып отырған әке-шешеміздің көз жасы, біздің көз жасымыз сендерді жібере қоймасы анық. Сендерді қарғыс атсын, Алла жолына салдық. Айтқандай заттарымызды алып бергендерің үшін көп рахмет. Қос құрбы құтылғандарына қуана, бірден ауылына жол тарту үшін Ұлжалғас ұялы телефон сатты. Өздері әлі күнге дейін нағыз құрбы санап жүрген Айданамен қоштасып кеткенді жөн көріп оған жолықты. Бар бастан өткендерін баяндап берді. Айдана олармен қосыла еңкілдеп жылап алды. Түн ортасы таңның атқанын күткісі келмеген қос құрбы таң ата туған туыспен қауышуға асығып таксиге отырды. Көздеріндегі ауылдағы ағайынға тезірек жетіп, өзгелерге әлгі тозақ мекен жайлы жеткізіп құлдықта отырған қыздарды құтқару болатын. Өздерінің шамасы келмесін біліп, өзгелердің көмегіне жүгінгенді жөн көрді. Түн ортасы таксиде жандарын шүберекке түйіп келе жатты. Қаладан шыққан соң көлік бұзылып, жүргізуші оларды басқа көлікке салып жіберді. Бұл екі қыз қорыққандықтан алғашқы таксиге мінгенде Гүлдананың телефоны мен көліктің номерін бұзылып, басқа көлікке отырғандарын құрбысы Айданаға қоңырау шалқып айтқан болатын. Бірақ екінші көліктің номерін көре алмады. Онсыз да өмірлері ойран еткен үшін жаны азапталып жүрген Айдана олардың аман есен үйлеріне жетуін Құдайдан тілеп отырды. Гүлданаға хабарласып еді, телефоны сөндірулі. Үрейге бой алдырып, жанын қоярға жай таба алар емес. Қайта-қайта қоңырау соғып жатыр. Телефон сөндірулі. Телефон қайта қосылмады. Ақымақ адамдай түні бойы ары-бері жүріп бір көзілмеді. Араға 2 күн өтіп, қос құрбыны іздеуге бүкіл Алматы кірісті. Полиция қызметкерлері ерікті қаншама жастар. Бір апта өтіп Айдаладан 2 қыздың өлі денесі табылды. 2 қыздың өліміне себепкер болған Айдана есінен алжаса жаздады. Қос құрбының ең соңғы болып көрген сол болғандықтан тергеуге алынып шыдай алмай бар шындықты баяндап берді. Сол сәтте әлгі жерде жезөкшелер мен олардың жеңгетайлары тұтқынға алынды. Байдың 2 балалары әлгі 2 жігіт пен Анель сол күйі жазасыз қалды. Алғашқы отырған таксист жігіт те оның кінәсіз екенін, көлігі бұзылып, оларды басқа көлікке мініп кеткенін дәлелдейді. Жазадан босатылды. Алайда екінші мінген көліктері де жүргізуші де өлтірген қанішер де сол күйі табылмады. Сол күннен бері Айдана күндіз күлкі, түнде ұйқыдан айырылды. Қыздарын дипломмен күткен ауылдастары табыт пен қос қыздың мәйітін күтіп алды. Кінәлілер мына өмірде жазасыз қалғанмен, Алла тағала жазасыз қалдырмасы хақ. Қос тағдыр, қос құрбының күлі көкке ұшты. Қашанда болсын, қыз тағдыры әр қашан қиын. Әрбір қыз баласы бақытты болсын. Құрметті тыңдарман, әңгіме ұнаса, арнама тіркеліп, лүпіл басып, пікір қалдырып, досыңызбен бөлісіңіз. Соңына дейін тыңдағаныңызға рахмет.